Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен баялдыдан өте дәмді тағам дайындайтын боламын. Жасалу жолы оңай, өте қарапайым, әр құрамы үйіңізден табылатын қолжетімді заттардан тұрады. Ал ендеше бастайық. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен пиязды тураймыз. Isып тұрған табаға сәл ғана сұйық май құйып, пиязды баяу отта қуырамыз. Келесі сарымсақты майдалап турап пиязға қосамыз. Сәбізді сопақтау етіп тураймыз. Туралған сәбізді жақсылап қуырамыз. Енді қызанақты майдалап төртбұрыштап тураймыз. Қызанақты да табаға салып қуырып, бетін қақпақпен жауып, баяу отта бұқтыратын боламыз. Болгар бұрышын турап, табаға салып, оны да бұқтыратын боламыз. Көкөністеріміз табада бұқтырылып жатқанша баялдыны турап, тұз сеуіп, су құйып, ащысын шығарамыз. Осылай бетін жауып 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Баялдыны суынан сорғытып, табаға салып, араластырып бұқтыратын боламыз. Сарымсақ пен аскөкті майдалап турап, дайындап қоямыз. Оны ең соңында салатын боламыз. Көкөністеріміз дайын болды. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Отты өшіріп, сарымсақ пен аскөкті салып, араластырып, суытатын боламыз. Нанға творожный сыр жағып, үстіне баялдыны қосып жесе өте дәмді болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса лайк басып, алдыда пайдалы рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар.